Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 2-ші сынып қазақ тілі сабағы. Бүгін бізде 108-ші сабақ. Етістік. Етістіктердің қай сөзбен байланысып тұрғанын анықтаймын. Мәтін мазмұны бойынша сұрақ қоямын. 15-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Зере биіктігі 80 сантиметрге дейін жететін шөп тектес өсімдік. Зере шалғынды жерлерде, өзен жағасында, тау беткейлерінде өседі. Мәдени өсімдік ретінде кей жерлерде қолдан егіледі. Зере пайдалы өсімдік. Оның жемісі дәрі жасау үшін керек. Енді тапсырмаға назар аударайық, балалар. Бірінші тапсырма мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Келесі тапсырма бұл мәтіннің қай түріне жатады? Дәлелде. 15-ші жаттығу бойынша бірінші сұраққа жауап берейік, балалар. Мұнда балалар бізге бір-біріңе сұрақ қойыңдар деді, мәтін мазмұны бойынша. Бірінші сұрақ: зере қандай өсімдік? Келесі екінші сұрақ: зере қай жерлерде өседі? Үшінші сұрақ: зеренің жемісі не үшін керек деген сұрақтар қойсақ болады екен. Келесі тапсырманың жауабы бұл әңгімелеу мәтіні. Он алтыншы жаттығу. Жұмбақты көркем жазып, шешуін тап. Күн нұрымен піседі, уылжып қолға түседі. Жауабы, жұмбақтың жауабы жеміс. Жұмбақтағы етістіктердің астынсыз, олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын анықта. Мұнда балалар етістіктер піседі, түседі. Піседі деген нұрымен деген сөзбен байланысып тұр екен. Түседі деген қолға деген сөзбен байланысып тұр екен. Он жетінші жаттығу. Оқы, сыйлау, кездесу, ұялу, үркіту. Сөздіктен осы етістіктердің синонимдерін тап. Үлгіге назар аударайық, балалар. Мұнда сыйлау дегеннің синонимі құрметтеу екен. Кездесу — қауышу, ұялу — қысылу, үркіту — қорқыту. 18-ші жаттығу. Сұрақтардың орнына қажетті сөзді қойып, көшіріп жаз. Мұнда балалар сұрақ: кім інісін киіндірді? Кім өзі киінді? Киіндірді етістігі қай сөзде қолданылады? Ал киінді етістігі ше? Өзің кішкентайларға қалай қамқорлық жасайтының туралы айт. 18-ші жаттығу бойынша балалар кім, яғни біз Әлия деп алдық, кім інісін киіндірді? Әлия інісін киіндірді. Кім өзі киінді? Арман өзі киінді. Біреу киіндіруге көмектескенде киіндірді, ал өзі киінгенде киінді етістігі қолданылады. Мен қарындасымның сабағына көмектесемін. Шығармашылық үзіліс. 19-шы жаттығу. Сыныпта оқушылар ауаның қасиеті тақырыбында тәжірибе жүргізді. 3 майшамды жағып, үстел үстіне қойды. Оның біреуін жарты литрлік банкамен, екіншісін 2 литрлік банкамен жапты. Үшіншісін ашық қалдырды. Сен қалай ойлайсың? Алдымен қай майшам сөнеді? Оның себебі неде? Келесі тапсырма бізде ауаның қасиеті деген тақырып бойынша пайымдау мәтінін құрастырып жаз. 19-шы жаттығу бойынша балалар сұраққа жауап берейік. Сен қалай ойлайсың? Алдымен қай шам сөнеді деген,
Жарты литрлік банкадағы майшам бірінші сөнеді. Себебі жану процесі үшін оттегі қажет. Ал банкамен жапқанда оттегі бірте-бірте таусыла бастайды да, майшам өшіп қалады. Келесі тапсырма 19-шы жаттығу бойынша ауаның қасиеті деген тақырыпта бізге пайымдау мәтінін құрастыр деген, иә? Ауаның қасиеті. Ауа тіршілік үшін қажет, көзге көрінбейтін, түссіз және иіссіз газ. Оның сығымдалу, серпімділік қасиеттері бар. Мысалы, допты үрлесек, ол ауаға толып серпімді болады. Ауаның бұл қасиеттері оны күнделікті өмірде маңызды етеді. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.